Құрметті әріптестер, мен Жаңақала ауданы Жаңақала мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі Темірболатова Индира Темірболатовна. Батыс Қазақстан облысының білімді беру дамыту орталығының ұйымдастыруымен химия, биология, география пәндері арасында қашықтықтан оқыту тәжірибе таным көзі атты тәжірибелік алаңына өзімнің тәжірибемді ұсынғым келіп отыр. Мынандай орхидея гүлін сатып алған едім 1-2 ай бұрын. Қазіргі таңда бұл гүлімнің гүлдері солып, яғни өзімен өзі әдемі реңін жоғалтып келе жатыр. Қазіргі төтенше жағдайларға байланысты елімізде орын алып жатқан, яғни бүкіл дүкендердің барлығы жабық болуына байланысты өзім тыңайтқышты үйден жасағым келіп отыр және де сіздермен бөліскім келеді. Мынандай банкіге, яғни суды алып, оған чеснокты, яғни сарымсақтың 2 данасын, 2 түйірін уақтап турап, оны салып, 1 тәулікке қоямыз. 1 тәуліктен кейін, яғни қабығында салуға болады. 1 тәуліктен кейін араластырып, яғни гүлімізге тыңайтқыш ретінде бүйтіп араластырып, гүлімізге тыңайтқыш ретінде, яғни ішіндегі чеснокты тазалап, яғни құюға болады. Немесе бүрку әдісі арқылы өсімдіктің жапырақтарына былай шашуға болады. Сол сияқты тағы да өзімнің үй жағдайындағы тәжірибем, яғни қажетсіз пияздарды, яғни мынандай суға салу арқылы, яғни көк жуа күнделікті тағамға пайдалануға болады. Бұл яғни өзімен өзі өсе береді. Сол сияқты биология сабағында біздерде 7-ші сыныпта вегетативті көбею кезінде оқушыларға көбею түрлерін тұқым, пиязшық арқылы, тамыр сабақ арқылы көбейту түрлеріне, яғни осы тәжірибемді көрсеткен болатынмын. Яғни бұны да суға салып, сарымсақты 2 данасын тамырланғанын байқадым. Бұны яғни топыраққа егуге болады. Енді біздер мұғалімдер, биология пәні мұғалімі, яғни көгалдандыруға, мектеп алдын көгалдандыруға бірден-бір ат салысамыз. Сол мақсатта ертең күн жылынған жағдайда есігіміздің алдына мынандай петуния гүлін, яғни тұқымдан мынандай ыдысқа көбейтіп, қазіргі таңда мына жерде шығып тұрған көріп тұрсыздар, тереземнің алдына отырғызып қойдым. Біршама деңгейде өскені байқап отырсыздар, және де кейбірлері гүлдеп жатқанын көруімізге болады. Яғни осындай өзімнің іш тәжірибеммен, яғни үй жағдайында осындай тәжірибелерді, яғни қолдануға, жасауға болатынын сіздерге айтқым келген болатын.